Достар, барлықтарыңыз естіген боларсыздар. 15 ақпаннан бастап отбасы банктің пайыздары төмендейді. Ол деген сөз ОП өсу керек болады. Депозиттеріңіздегі ОП-сы егерде 5 болса, онда сіз үйіңізді ала аласыз 7,5%-дан бастап. Егерде екінші нарықтан болса, алғашқы нарықтан алатын болсаңыз 7%-мен ала аласыз. Енді ОП5-ті қалай есептейсіздер? ОП5 дегеніміз ол банктің сыйақысы. Оны есептеу үшін мысалға 20 миллион үйін алатын болсаңыздар, көбейтесіз. ОП5-ке бөлесіз 1000-ға, тең шығады 100 мың. 100 мың қызыл нүкте вознаграждение болу керек сіздердің депозиттеріңізде. Егерде 100 мың болса, онда сіздер біздің банкке келіп, үйіңізді рәсімдеуіңізге болады 7,5%-бен. Табысты міндетті түрде растайсыздар, және де алғашқы жарналарыңыз 50%-ды құру керек. Ал егерде ипотека бойынша көбірек білгіңіз келсе, менің аккаунтыма тіркелуді ұмытпаңыздар.